Қойшыбек мүбәрак перігөші 12 бөлім. Жәми жеңгесінің қосына келіп, есікті ашып кіре, ішке кіріп, шорт тоқтады. Өз көзіне өзі сенбей қалды. 30 жыл бойы орнынан тұра алмай, топ болып, домаланып қалған Жәми жеңгесінің әуелі танымай қалды. Әппақ көйлекті төгілтіп киіп, қостың қақ төрінде тікесінен тік тұр. Тентек қара, қорықпа, таңғалып тұрған шығарсың. Мына кемпір қалай орнынан тұрып кеткен деп. Біз адамдармен қатар өмір сүру үшін сырттан қуат алатын едік. Сәлімім барда барлық күш қуатты сол беретін. Одан ғайыптан балалы болдым. Менің қуатым бақ бөрге кетті. Енді мені төркінім жоқтап келіп жатыр. Солар маған қуат берді. Мен кетемін. Енді тек сенен басқа ешкіммен қоштаса алмаспын. Қош, сау бол, тентек қара, деп қостың етегін дүре аспанға қалықтап көтеріле бастады. Өңім бе, түсім бе деп арса-арсасы шыққан быртық саусақтарымен көзін қайта-қайта уқалайды. Әп-сәтте айналаны қалың тұман басып қалды. Ит үріп, қой маңырап, сиыр мөңіреп, жылқы шұрқырап, кең алқапты сай іші азан-қазан болды да кетті. Енді сіркіреп жауын жауа бастады. Кенет шарт ете түсіп, жер әлемді зел-зала қылып, найзағай түсіп, күн күркіреді. Жайдың оты жарқ ете қалысымен, аспанда ұзаққа созылған күннің күркірі аяқталмай-ақ, манағы қалың тұман лезде ашылып, сібірлеп құйып тұрған жаңбыр пышақ кескендей тоқтады. Қостан сыртқа атып шыққан ол аспанға қарады. Көтеріліп кеткен жеңгесі көзден ғайып болған екен. Қосқа қайта кірді. Өмірінде тұңғыш рет денесі дір етіп қорқытты. Неге екенін өзі де түсіне алмастан қалш-қалш етіп дірдектеп бара жатты. Өз үйіне келді. Bir жерің ауыра ма? Суық өткізіп алмадың ба? Деген әйеліне ләм-мим деместен ошақтағы лаулаған отқа алақанын тосып, біраз отырды да сыртқа қайта шығып, Бақбөрдің қасына келді. Астындағы биік сәкенені солқылдатып тұрып, қорлап ұйықтап жатыр. Ірге жағында өзінің кенже ұлы, әлде бір шашақ па, бір нәрсені қолына жұмыра қысып, ол да қатты ұйқыға кеткен. Үйге қайта келіп, үйдегілеріне Жәми туралы айтпақ болып оқталды да тоқтап қалды. Сөзді әуелі әйелі бастады. Шақыр ана ұлыңды. Құтырғанмен бірге құтырайын деп жүрме? Сайтанның сапалағының маңына жуыма десем болмай, қасына барып жатып алды. Менің де өмір бойы бір қарғым ашылмаған бейбақ болдым ғой. 2 жындыны 30 жыл бағып ем. Енді біреу тағы қосылайын деп жатыр. Долданған қатынмен тәжікелесіп, марқадам таппасын білген ол, бетін ірге жаққа беріп, басын қалың түйе жүн күпісімен тұмшалап жатып қалды. Көзі ілініп кеткен сәтте, «Және апам жоқ!» деп айғайлап кірген өзінің үлкен ұлының даусынан оянып кетті. Жалғасы бар.